Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir ve la tuassir ve temmin bil hayr. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hürmetli görürmenler, hürmetli şagirdler, hürmetli jamaat. Kechegi ötken dersimizde 28 harfti biz ataumen және de türlerini ötken bolatımız. Bugünkü ikinci dersimizde buyursa hareket, yani hareket degenimiz ne? Hareketті koyup okudu үйрететін боламыз. Hareket degenimiz ol fatha, kasra, damma. Fatha degenimiz, yani bu atauы. Al endi özündük belgisi, mine mындай sızık, mına onday sızık, және mындай damma, yani wow türünde keledi, damma deb atалады. Bunun qanday dыбысталу berеді. Yani fatha degenimiz a деген dыбысталу berеді. Fatha deb a deb kelemiz, және kasraga i деген dыбысталу berеді. Odan keyingisi damma ol u деген dыбысталу berеді. Sonымен bizde fatha, kasra, damma және олардың dыбысталуы a, i, u. A, i, u. Fatha, kasra, damma. Endi bizde hareket degenimiz ne degende? Ol hareketler fatha, kasra, damma. және олардың dыбысталуы a, i, u. Endi bulardı әріптерге koyup оқып көрейік. Yani qarаңыздар, alif gelip dur. Aliftin üstüne fatha geldi. A, kasra geldi. I, damma geldi. U. A, I, U. Sonымен біздің alifke hareketlerді koyup оқсақ, A, I, U деген dыбысталу беріп жатыр. Одан кейінгі келесі әріпке қойық, ол ро деген әріп. Yani ro'ga qo'ysak, onda mine fathani qo'ysak ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Бұл біздің hareketlerдің әріпке қойып оқылғандағы дыбысталуы. Енді біз екі әріпті қосып оқығанда қандай дыбыс береді? Қараңыздар. Alif келіп тұр, және ро әріпі келіп тұр. Екеуін қосып оққанда әр болады. Неге әр? Мынау не белгі? Бұл сукун деген белгі. Яғни әріптің үстіне келсе, ешқандай харекет келмесе, бұл әріптің үстіне вау сукун келеді. Яғни біз қалай оқимыз оны? Оны біз мысалы ро әрпін бүйтіп оқып жүрсек, ро деп. Енді бұл сукун келген кезде мына ро оқылмайды, тек р ғана болып оқылатын болады. Сонда біздің оқылған екі әріпті қосып оқығандағымыз әр, және де ир, ур. Қараңыздар, қайттан түсіндірейін. Құрметті шәкірттер, құрметті көрермендер, міне біз алиф әрпінің үстіне фатханы, кәсіраны, дамманы қойып оқыдық. Ол ә, и, у. Және де ро әрпінің үстіне қойып оқыдық. Ол ро, ри, ру. Және де екі әріпті қосып оқыған кезде әр, ир, ур. Міне біздің жаңағы сукун деген түсіндіргенде тек қана әріптің өзінің бастапқы әрібін ғана шығарады екен. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз осы харекеттерді міне өттік. Бұйырса келесі сабақта кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.